Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Алматы қаласы Әуезов ауданында Ғабит Мүсірепов атындағы нөмір 86 мектеп гимназиясының бүгінгі семинарына қош келдіңіздер. Біздің семинарымыздың тақырыбы білім беру бағдарламаларының заманауи талаптарға сәйкестігі. Мақсаты білім беру бағдарламасының заманауи талаптарға сәйкестігін талдау, олардың тиімділігін арттыру жолдарын қарастыру. Бүгінгі семинарда қатысатындар, мінекей өздеріңіз экранда көріп отырғандай, 6 мұғалім. Мен Даутбаева Сәне Сұлтанғалиевна, Алматы қаласы Ғабит Мүсірепов атындағы нөмір 86 мектеп гимназиясының математика пәнінің мұғалімі. Менің бағдарламамның тақырыбы комбинаторика, ықтималдық және статистика. Бұл бағдарламаны жазудағы мақсатым комбинаторикаға ықтималдықтар теориясы және статистика есептері оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытуға, практикалық тапсырмаларды шешу дағдыларын қалыптастыруға және күнделікті өмірді математиканы қолдану қабілетін арттыруға бағытталған. Бұл есептерді шешу барысында оқушылар математикалық модельдерді құрастыруды, деректерді талдауды және қорытындылауды үйренеді. Сонымен қатар ықтималдықтар теориясы мен статистика әдістері көптеген ғылыми салаларды кеңінен қолданылады. Біз математика комбинаторика, ықтималдық және статистиканы 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін бағдарламаға енгізілген. 5-ші сыныптарда статистика деректер болса, ол жерде диаграмма сызуды үйренеді. 6-ші сыныптарда арифметикалық орта табуды, мода табу және медиана табуды үйренеді. 7-ші, 8-ші сыныптарда статистика элементтерін қарастырады. Ол жерде 7-ші класста вариациялық қатар мен абсолюттік жиілік, салыстырмалы жиілікті қарастырса, 8-ші сыныпта жиілік алқабы, гистограмма салу, орта мән табу, дисперсия және стандартты ауытқу. Ал 9-ші, 10-ші сыныптарда комбинаторика элементтерін және ықтималдықты қарастырады. Сонымен қатар 9-ші сыныпта комбинаториканың қосу және көбейту ережелерін қарастырса, 10-ші сыныпта жуық есептеулер, Ньютон биномы, Бернулли формуласын қарастырады. 11-ші сыныпта ықтималдық теориясының негіздері, бас жиын, дискретті және интервалды вариациялық қатарларды қарастырамыз. Енді менің бағдарламамның мақсаты комбинаторика, ықтималдықтар және математикалық статистиканы оқыту арқылы оқушылардың ықтималдық интуициялары, комбинаторикалық ойлау қабілеттерін, статистикалық мәдениеттерін дамыту. Енді міндеті, мінекей өздеріңіз экранда көріп тұрғандай, оқушыларға комбинаторика, ықтималдық және статистиканың курсын негізгі ұғымдарын игеруге көмектесу. Бағдарламаның өзектілігі, бағдарламам 13 бөлімнен тұрады. Кестелер, диаграммалар, арифметикалық орта, статистикалық сипаттамалар, кездейсоқ оқиға мен ықтималдық, кездейсоқ құбылыстарға математикалық сипаттама. Сол сияқты кездейсоқ оқиғаның ықтималдығы, комбинаториканың элементтері, геометриялық ықтималдық, кездейсоқ шамалар, кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамасы, статистикалық кездейсоқ шамалар қосымша. Мінекей осындай 13 бөлімнен тұрады. Енді мысал келтіретін болсам, бізде міне өздеріңіз экранда көріп тұрғанда n 6-ға тең, a 5-ке тең, b 3-ке тең берілген есеп. Осыны Ньютон формуласының екінші мүшесін табыңыздар дейді. Бұл жерде мына тепе-теңдікті пайдаланамыз. Осы тепе-теңдік бойынша Ньютон формуласының екінші мүшесі 10-ға тең болады екен. Тағы сол сияқты мына жерде тағы екінші мысалды көрсететін болсақ, гүлдер сататын дүкенде 3 түрлі гүлдер бар. Гүлдердің бірінші түрінен 5-еу, екінші түрінен 4-еу, ал үшінші түрінен 7 гүл бар.
осы гүлдердің түрінен бір гүл алып неше букет жасауға болады. Бұл жай қарапайым есеп сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ осыны букеттердің санын көбейту ережесін қолданып, осы жаңағы комбинаторика пайдаланып, осы есептерді шығарамыз. Енді бұл бағдарламаны мен неге 11-ші сыныпқа арнап жасадым? Бұл бағдарламаны 11-ші сыныпқа арнап жасаған себебім, 5-ші класстан 11-ші сыныпқа дейін балалар жаңағы осы тақырыптарды ұмытып қалуы мүмкін. Сондықтан мен осы бағдарламаны жасап, 11-ші сыныпта ұлттық бірыңғай тестіде барлық балалар математикалық сауаттылықты тапсыратын болғандықтан, осы есептер жиі кездеседі. Сондықтан мен осы бағдарламаны 11-ші сыныпқа арнап жасадым. Енді мінекей, әрине бұл бағдарламаны жасау кезінде көптеген әдебиеттер пайдаландым, көпті интернет желісіне қолдандым. Енді қорыта келетін болсам, комбинаторика, ықтималық және статистика математиканың негізі болып табылады, және оларды қолдану біз әртүрлі саладағы күрделі мәселелерді шешуге мүмкіндік аламыз. Себебі статистика мен ықтималдық теориясы көбінесе комбинаторикаға негізделеді, ал комбинаторика ықтималдықтардың есептерін шешуге көмектеседі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Енді келесі